Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ, дәмді болып шығатын, ерекше, оңай жасалынатын сыр мен мини күлшелер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі жылы сүт, сұйық май, қант, тұз барлығын салып араластырамыз. Сүт салқын болып қалмасын, уақытылы қамыр ашымай қалуы мүмкін. Қатты ыстықта болып кетпесін. Барлығын дрожж салдық, араластырып, ұнымызды аз-аздан сала отырып қамыр илейміз. Бізде қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр болады. Негізі ұн әр кезде әрқалай болып қалуы мүмкін. Енді ұнын әркімде әрқалай ғой, әртүрлі. Сондықтан барлығын бірден салып жібермей, ұнды аз-аздан салып отырып жасаңыздар. Бетін жауып, жылы жерге орап қалдырамыз. Қамыр 40 минут, 50 минут шамасында көтеріліп қалады. Ал енді өзіңіздің жасауыңызға қарай, мен 4-ке бөліп жасадым, немесе 6-ға бөліп, кішілеу етіп жасасаңыздар да болады. Дәл осылай зуалай етіп, бетін пищевой пакетпен жауып, 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң осылай барлығын нан жасаған сияқты жасап шығамыз. Ортасын кішкене шоңғылдау етіп жасаңыздар, ішіне салма салғандықтан. Жасап болған соң бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Ал енді ішіне салмасын саламыз. Менде кішкене салмасы аздау болды, көптеу жасасаңыздар тіпті дәмдірек. Мини пицца сияқты болып шығады. Болгар бұрышы, менде қызанақтың шет-шеткі бөлігін алдым, яғни ортасындағы сулы бөлігі емес, шұжық, яғни колбаса. Қамырдың бетіне жұмыртқа жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 10-15 минутта, яғни енді сарғая бастағанша пісіріп аламыз. Үстіне сырымызды салып, кез келген сыр болады, менде моцарелла сырымен тағы да дәмдірек болып түседі. Барлығына бетіне сыр салып, тағы да қызарғанша 180-200 градуста пісіріп аламыз. Міне өте дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қарапайым, жасалуы да оңай. Сіздермен болған үміті, кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.